Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бұл біздің әңгімеміз, көпшілікке ой болар деген ойдамыз. Өз ойларыңызды бөлісіп тыңдап кетіңіздер. Алла ұлық Алла адамды топырақтан жаратқанда, періштелер адамға құрмет көрсетіп сәжде етеді. Тек ібіліс қана елемей тұрып қалады. Ұлық Алла: ей ібіліс, неге адамға тағзым етпедің дейді. Ібіліс: мен оттан, ол топырақтан жаратылған, мен одан артықпын деп жауап береді. Сол кезде Алла қаһарланып ібіліске лағмет қамытын кигізеді де ібіліс қорыққанынан зәрін жіберіп қояды. Пешті ластайды. Құдай тағала періштелерге: мынаның зәрін жерге шашыңдар. Кім қақтан тайып ібілістің жолын ұстанса, оның жейтін тамағы осы зәрден болсын дейді. Періштелер зәрін жерге шашады. Ібілістің зәрі тиген жерде темекі, наспай, көкнәр өсіп шығады. Барынша түзу жолмен жүрейік. Алланы ылғи да еске алып жүрейік.